ақ бозат менің тұлпарым. Арасында бір соғып жіберетіңіз бар екен. Қазір сұрақтар ұнамай қалып жүрсе, ұрыс соғып жүрмейсіз ба? Болады, бәрі де болады. Жеңіл әзілге, дарақылыққа жол беріп, ұстаз деген атқа кір келтіретіндей, басшы деген атқа кір келтіретіндей дүние емес жасап жатқан нәрсе. Ауруын жасырған өлет дегенге келіп қалдық негізі. Біздің ауруымыз не сонда? Қазіргі балаларға еш нәрсе қызық емес қой. Еш нәрсе қызық емес, қорқасын. 2024 жылдың өзінде жаңа форматтағы 100 мектеп есігін ашыпты. Кірсең шыққысыз ол мектептерге. Барлық жағдай жасалды. Енді біздің бұрынғы психологиямыз ғой. Сен тұра тұр, қонақ кеткен соң жейсің деген сияқты. Күлкіңіз кімнен келген? Жүрекпен қабылдаймын барлық нәрсені. Жала жабу деген нәрсеге шыдай алмаймын. Барлық адамға 24 сағат болса менде 48 сағат деп айтатын әділім бар. Үлгерем деген адам бәріне үлгереді. Армысыздар, баптайыныз хабарының кезекті саны бүгін бізде студияда қонақта. Мектеп деген енді көбінесе жабық мекеме деп айтсақ болатын шығар. Балалардың, мектептердің өмірі жайында көп хабар біле бермейді ата-аналар. Біз енді көп бір жайсыз жайттарды ғана бір дабыра қылып айтқанды жақсы көретін жайға жетіп қалдық. Ал қазір енді бізде жақсы жаңалықтар да мектептерде көп болып жатыр. Оның үстіне Инстаграмда, ТикТокта сол жайғы бізге қалыптасқан стереотиптердің тасталқанын шығарып жүрген студия қонағы нөмірі 58-ші мектеп гимназиясының директоры Ақмоншақ Нұртаза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ханым дейік па, мырза дейік па? Жалпы осы мырза және ханым деп сөйлегенге өзіміздің қазақтардың сіздің көзқарасыңыз қандай? Мысалға, мынандай түсінік бар. Бізде енді мырза, ханым деген ағылшындардан келген деген секілді. Содан кейін пәленбайұлы деген солтүстіктегі көршімізден келген деген сияқты. Ал қазақтарда мысалы Ағеке, Басеке, Нұреке, Сәке деп айтып жатады. Сізге қайсысы қолайлы, ыңғайлы? Біз енді ұстаз болған соң апай дегенге үйреніп қалғанбыз негізі. Қазір бірақ мектептерде ұстаз деп сөйлейді. Ұстаз дейді, мұғалім дейді, апай дейді, ол енді диалектіге байланысты. Ханым деген сөз жақсы сөз ғой, әдемі естіледі, ол бір сырттан келген сөз деп қарауға болмайды. Жақсы қараймын, бірақ енді біз амандасып құрдас шығармыз. Атымды айтып сөйлей берсеңіз де болады. Ақмоншақ дей берейін. Әрине. Ашығын айту керек, сізбен сұхбатқа келісу енді ұзақ жүргізілді. Оңай болған жоқ. Бір өзіңіз осы сұхбаттан немесе жайғы көпшілікке шыға беруден қазірдің өзінде бір буллингке ұшырап немесе қысылып жүрген сияқтысыз. Себеп неде? Әлде осы жуырда сұхбат бергеніңіз ғана ма басты себеп? Басты себеп, жақында ғана подкаст сұхбат бердім. Енді келесі сұхбатты өзімнің жоспарым бойынша келесі бір жасалған нәтижелі жобадан кейін берсем деп жоспарлағам. Бірақ енді кешегі соңғы Димаштың челленджінен орын алғаныма байланысты көптеген журналистер хабарласып сұхбат алайық деп жан-жақтан. Содан кейін де болар осы келісіп отырған мен негізі. Тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Енді бұл кәсіби бірінші сұхбатыңыз. Кәсіби бірінші сұхбатым. Құтты болсын деймін. Рахмет. Қаншалықты ашықсыз? Өте 100%. Бір сұхбатыңызда өте жақсы төбелесетініңізді айттыңыз. Арасында бір соғып жіберетіңіз бар екен. Қазір сұрақтар ұнамай қалып жүрсе, ұрыс соғып жүрмейсіз ба? Болады, бәрі де болады. Бәрі мүмкін дейсіз ғой. Жақсы, онда оқушыға қол жұмсаған кезіңіз болды ма? Жоқ. Ол мен үшін ол кешірілмейтін нәрсе. Оқушыға қол жұмсау, оқушының ар-намысына тию деген дүние ол болмау керек. Бала кездегі соққы, психологиялық соққы немесе психологияда детский травма деген бар ғой, соған көзқарасыңыз қандай? Бізде жалпы детский травма дегенге сенесіз бе өзіңіз? Біз мысалға енді қалай айналдырып келгенбіз, сіз екеуміз замандаспыз. Өте қиын кезде өмір сүрдік. Ата-анамыз ала-дорбаны алып шығып, жаңағы түрлі кәсіп істеп, заманның қиын өткелінен нарықтық Кеңес одағындағы социализмнен нарықтық заманға, капитализмге көшіп, бір
үлкен ауыр кезеңді басынан өткөрді. Бізде басымыздан былайша айтқанда аялап маңдайымызға күн түсірмей өсірді деп айта алмаймыз. Иә. Сұрағыңыз, сіз өзіңіз таяқ жедіңіз ба деп сұрағым. Таяқтың ұшымен тәрбиелеген кездер болды ғой. Өзіңіздің сондай бір детский травма алғаныңыз, немесе балаларды дәл солай тәрбиелеп жатыр деп айтыласыз ба өзіңізді? Жатырмын деп. Иә, мен үйдің ортаншысы болдым. Үлкен апам бар, інім бар. Бірақ мен әсіресе ондай таяқты жемегенмін. Ол үлкен апам енді айтып жатады, сен үшін бәріміз таяқ жегенбіз деп. Дұрыс айтасыз, біздің қиын қыстау уақыттан біз өттік қой бала кезде. Детский травма деген нәрсе бар. Бірақ оны біз травма деп жаңағы қазіргі модадағы сөздер ғой, детский травма, буллинг деп, бірақ оны біз негатив жағынан қарай беретін болсақ, ол одан сайын бір ушығып, қазіргі балалар соған, мен детский травмаға ұшырадым, менде осындай бір проблема бар деп, сол бір неге кіріп кететін сияқты көрінеді да. Травма деген нәрсе енді психологиялық тілмен айтқанда бір белгілі бір соққы алу ғой, енді психологиялық соққы алу. Ол үлкен өмірде бәрібір де көрініс тауып жатады. Мысалы, мұғалімдер, ата-аналар байқамай, әдейі емес енді оқушыға немесе үйіндегі өзінің баласына сондай бір байқамай психологиялық соққы берген уақытта ол үлкен өмірде көрініс тауып жатады. Мен кейде осы ойланам да, қазіргі таңда мынау өмірге реніші бар ата-ана, біздің поколение ғой енді, қазіргі таңдағы алдымыздағы ата-аналар кейінде келіп жатыр, бізден жастар ата-ана болып келіп жатыр. Өктемдік, озбырлық, реніш, қоғамға деген бір ашу, ыза, былай үңіліп қарасаң, осының бәрі қайдан шығып жатыр деген сұраққа жауап іздегенде сол жаңа айтып жатқан қиын қыстаудан өткен балалар ма деген ой келеді. Сол детский травманың құрбандары ма деген сияқты да ой келіп жатады. Енді қазіргі таңда көзі ашық, сауатты ата-аналар сол өзінің көргенін баласына көрсетпей, өзінің енді бұрынғы жоқшылықпен қазіргі тоқшылықты салыстыруға келмейді ғой. Мен де сол үнемі айтамын да, қазір бәрі бар ғой бізде, керемет жағдайда өмір сүріп жатырмыз ғой. Бірақ бізден өкінішке орай шүкіршілікпен бір мынау қайырымдылық дейді ғой, благодарность дейді ғой орысша айтқанда, сол нәрсеміз азайып бара жатқаны өкінішті да. Мен оны мектеп жасынан бастап балалар, міне сендерге жасалып жатқан жағдай керемет мүмкіндік. Бұны барынша позитивті тұрғынан, қандай осы кездің өзінде мен айта кеткім келетін мүмкіндікті пайдаланып, еліміздің басшысы қолдауының арқасында білім саласына жасап жатқан жағдайы, мысалға былтырғы оқу жылында, биылғы оқу жылында 2024 жылы 100-ден астам, 25 жылы да 100-ден астам мектептердің, жайлы мектептердің, келешек мектептерінде салынуы, кірсең шыққысыз ол мектептерге барлық жағдай жасалған. Бізде 2025 жылдың соңына дейін 460 мың орындық мектеп салыну керек, 217. 2024 жылдың өзінде жаңа форматтағы 100 мектеп есігін ашыпты. Бұл мектептердің 40% ауылдық жерде орналасқан. Тарихта болмаған. 2025 жылдың соңына дейін тағы 112 мектеп. Енді сөзіңізді жалғастырып кетейік. Бізде қазір қалай мамандандырылған мектептер бар, бағытталған, коррекционный дейміз ба, мектептер бар, ол ерекше балаларға арналған. Ақылы мектептер бар. Ақылы мектептердің мәселесін негізі сізбен біз сағаттап талқылауымызға болады. Мысалға, әсіресе оңтүстік аймақта өзіңіз Қызылорда облысының қызысыз, ақылы ваучерлік бағдарламамен, ваучерлік жүйемен ғана күн көріп отырған мектептер бар. Яғни ата-анадан ақша алмайды, мемлекеттің конституция заң бойынша бөлінетін 20 мың, 30 мың теңге субсидиясы бар ғой, сонымен ғана мектеп ашып отырған мектептер бар. Сосын өзіміздің жалпы мемлекеттік мектептер бар, гимназиялар. Ата-аналар әртүрлі пікір айтылып жатады. Өткенде ғана осы бір мектеп директоры ақылы мектептерден керісінше бізге ауысып жатқан
балалар көптеген пікірін естідік, сөзін естідік. Себебі сол ақылы мектептерде жаңағы халықаралық стандартпен оқытады, немесе өзіміздің мемлекеттік стандарттың өзіне жетпей жатады деген сияқты. Бірақ ұлттық тәрбие, біздің тәрбиеміз өзіміздің алшақтық жермен көктей айырмашылық байқалады дейді. Сосын бір сыныптарда мысалға 30 балаға дейін. Кейбіреулер айтады, бала оның саны 20-дан аспау керек дейді, білім сапасына. Жалпы мектептегі бала саны білім сапасына әсер ете ма? Осыны айтыңызшы. Әсер етеді, бірақ былай қарағанда дамыған елдерде, мен өзім барып келген елдерде, білім сапасы өте жоғары көрсеткіш көрсетіп отырған елдерде баланың саны білім сапасына әсер етпей отырған факторлар өте көп. Сол ғой біз тылғы айтатынымыз. Сол. Бірақ біз кезінде енді советтік үкіметтен қалған қағидамен бала саны көп болып кетсе, ол жерде қандай білім бар деген тұжырымды әлі күнге дейін сақтанып келе жатырмыз да. Бұл жерде әсер етеді, оңай емес. Бірақтан да бұл тағы да айналып келгенде мұғалімнің шеберлігі мен мұғалімнің подходында ғой негізінде. Мұғалімге байланысты. Енді жайлы мектепте сөзімді жалғастыра кетейін. Қазіргі таңда жасалып жатырған үлкен өзгерістерді көре білуіміз керек та. Қазір мұғалімдер дәрігерлерден көп алады айлықты. Салыстырмалы түрде. Енді сағатына байланысты әрине. Сағатына байланысты, жүктемесіне байланысты дегендей. Соңғы 3-4 жылда мұғалімдердің айлығы, жалпы мұғалімдерге жасалып жатқан жағдайды біз көре білуіміз керек та, және одан енді орысша айтқанда отдача дейді ғой, қайтарымы болмай жатқан тұстары да болып тұрады. Саналы тұрғыдан мұғалімдер өздері өзгерісті бірінші болып жасайтын қоғамдағы үлкен қозғаушы күш деп санаймын өз басым. Өйткені біз алдымыздағы бала, қазір зумер ұрпағы дейміз, альфа ұрпағы келді. Алдымыздағы бала, ол ата-анасы телефонмен, анау құрсақта 9 ай жатып телефонмен туылған балалар. Қазір олардың ойы сенің әңгімеңді, ұзақ ақылыңды, ұзақ берген материалыңды, қызықсыз дүниеңді қарамайды, оны қабылдамайды. Ол қалыпты нәрсе. Бірақ өкінішке орай кей ұстаздар әлі күнге дейін сол мені де осылай оқытты. Мен осыдан бәлен жыл бұрын университетті осылай бітірдім, осылай оқыдым, енді осы қағидамен деген сияқты өзгерісті баланың ыңғайына қарай, баланың қажеттілігіне, сұранысына қарай бере алмай жатады. Енді көпке топырақ шашудан аулақпын. Қыруар қаржы мұғалімдердің кәсібилігін, біліктілігін арттыруға бөлінген үкімет тарапынан мемлекеттік қолдау бар. Қаншама оқып жатыр. Бірақ мен бір қарным ашатын дүние, сол оқытып жатқан кезде мен өзімде Назарбаев зияткерлік мектебінде шақыртылып тұратын тренер болдым. Аз уақыт, көп емес. Керемет бағдарлама, керемет біліктілікті арттыруға арналған жұмыс. Мұғалімдерді, біз керемет екен, оқыды, тоқыды. Бірақ мектепке барғанда сол жаңағы алған дүниені іске асырмай жатады. Енді фактор тағы да көп. Жерде оны іске асыруға кейбіреулер айтады, мені директор қолдамады. Жаңашылдыққа бет бұрыс қой енді ол жерде. Сонымен мен өшіп қалдым, әрі қарай жалғастырмадым деп. Тағы да енді біз біреуді кінәлауға жақсы құмарымыз ғой негізінде. Енді әлеуметтік желіге де жайдан жай келген жоқпын. Бір сұрақтан бір сұраққа кетіп жатқан шығармыз. Әлеуметтік желіге де осы мұғалімдердің қолында көп күш тұрғанын, қоғамды жақсартуға ат салысатын бірден бір мамандықтың иесі екенін сезінетіндей саналы тұлғалардың қажет екенін айту үшін соған маған қараңдар деп трендпен бастадым. Бірақ оның астарында тренд деген нәрсе ол жаңағы қазіргі енді адамдардың назарын аударту мақсатында жасалатын дүние ғой. Бірақ негізгі миссиям
ол жеңіл әзілге, дарақылыққа жол беріп, ұстаз деген атқа кір келтіретіндей, басшы деген атқа кір келтіретіндей дүние емес жасап жатқан нәрсем. Негізі жасап жатқан өзімнің миссиям, мен өзгермесем, мен осы қоғамды жақсартуға атсалыспасам, кімдер жан ашиды? Мынау келесі ұрпаққа беріп жатқан білім қалай? Біз білім сапасын неге біз ана мемлекет сияқты болмаймыз? Қаншама ақша бөлініп жатыр, мұғалімді дайындауға да, жалпы оқулық жасауға да әртүрлі енді айтамыз да, бірақ білім сапасынан бұрын баланың білімге қызығушылығы деген дүниені бірінші орынға қоймай жатырмыз. Не қызық балаға? Не үшін біз қазір баланың жүрегінен орын таппай жатырмыз деген сұрақпен айналыспай жатырмыз да? Мен енді мамандығым психолог, екінші мамандығым педагог психолог. Әріптес екенбіз. Педагог психолог болғаннан кейін де шығар, мен бірінші пәндік білімнен бұрын бала, ұстаз балаға педагогикалық тұрғыдан ұлттық құндылық, адамгершілік құндылық, жалпы адамзаттық құндылық деген дүниені сіңіртіп барып, өзін керемет тұлға ретінде көрсетіп, әдемі сыйлы мұғалім ретінде көрсетіп барып, балаға білім беру деген ұстанымды ұстау керек деген позицияны қазір айтып жүрмін. Өзіңді қаратасың, қандай тәсілмен жақсы ұстаз болуға тырысасың, ол сенің еркіңде, сенің шеберлігіңде. Ал саған осы ұстаз бүгін қандай жаңалықпен келеді деген көзқараста қарап отырған балаға сен қалай білімді беріп жатқанын, сіңдіріп жатқанын бала байқамайтындай жағдайға жеткізу керек. Негізгі миссиям осы қазіргі таңда ұстаз бен оқушының арасындағы. Оқушылар қазір түнімен телефонда, өкінішке орай, ата-ана тарапынан бақылау өте аз, сабаққа кешігуі, жалпы өмірге деген құлшынысы, білімді қоя тұрған күннің өзінде қазіргі балаларға еш нәрсе қызық емес қой. Еш нәрсе қызық емес, қорқасын. Енді тағы да топырақ шашпайын, бүкіл бала емес, бірақ басым көпшілігі. Оларға қарап, біз екі сөздің басын қоса алмайтын балаға қарап, өзінің ойын толық айта алмайтын балаға қарап, Абайды еске бірден түсіреміз да, толық адам концепциясын. Біз мектеп білімнен бұрын баланы ертең алдынан шыққан кедергіге сынып кетпейтіндей бірінші кезекте, алдынан шыққан мәселені үлкен жауапкершілікпен сезіне отырып шеше алатындай тұлға болып қалыптастыруға мектеппен ата-ана бірігіп күш жұмсау керек. Өзіңіздің сұхбаттарыңызда жиі айтасыз, бала, кез келген бала жеке әлем, жеке тұлға деп. Біздің мемлекетімізде біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Балаларға біртұтас тәрбие беру, балалардың жаңағы ата-анасын тәрбие жұмыстарын араластыру, аптасына бір рет әнұранмен қарсы алу деген сияқты ұлттық тәрбие саналарына сіңіріліп жатыр. Осы жеке әлем, жеке тұлғамен біртұтас тәрбие бағдарламасы қалай үйлеседі? Біртұтас тәрбие бағдарламасы тамаша жасалған бағдарлама. Біз бірақ кез келген жоғарыдан түскен бағдарламаны бұйрықпен жасалған дүние деп қарап, оны тек есеп беру мақсатында жүргізілетін дүние сияқты жібереміз, өкінішке орай. Шындап келгенде ол бағдарламаның астары үлкен ұлттық идеология, үлкен жаңағы ұлттық құндылық, жаңағы біртұтас тәрбие, толыққанды адам дегенге алып баратын концепцияны біз тағы да есеп беру мақсатында, өтті ма өтті, мен оны жасырмай да айтам, кейде барып жүрген сұхбаттарымда да, мен өзім ұстаздарға да айтам. 5-6 баланы асық ойнатып қойып, оны фото-видеоға түсіріп алып, бізде осы ұлттық ойындар дамып жатыр деген әңгімені қою керек деп. Кез келген реформаның жоғарыдан түскен, оның терең мазмұнына үңілмейміз. Соған уақыт та жоқ па, әлде
түсіндіру жұмысынан кеткен дүние ма, бірақ бізге мұғалімдерге бір нәрсені тәтпіштеп түсіндірудің де аса қажет жоқ деп те ойлаймын. Сол мына нәрсені ұстанам да өзім. Бізге қазір жоғарыдан, министрліктен немесе басқа да мынандай концепция, міне керемет жасалған деп түсіргеннен гөрі, мен өзімнің ұжымымда айтып жүргенде, біз одан да өзіміз жасайықшы. Өзімізге не қалайды, не қалай бағытталады. Мысалы, ол бағыт келіп тұр, соны сіңіріп, дұрыс игеру, жеткізу дейсіз ғой. Ол единый болу мүмкін емес та. Ол концепция деген, мысалы, әр мектептің өзінің бір қағидасы, өзінің бір қалыптасқан заңдылықтары, я, ол мен айтайын сізге, әр өңірдің өзінің бір ерекшелігі бар ғой, бізде Қазақстанда қабылдайтын. Сондықтан соған бір бағыттап, сол өзіңнің болмысыңа, мектептің болмысына қарап, мектептің әл ахуалына, ата-анасының, оқушысының, ұстазының ыңғайына қарап не істеу керек қой? Қалай айтуға болады? Ыңғайлау керек қой жалпы өзіміз. Бірақ оны да орта жолдан кей жағдайда түсінбей қалып жататын кісілер де болады. Түсірілді, ол орындалу керек деген сияқты. Сол енді мен бір өзімнің ұстанатын тағы бір принципім бар. Ол да саналылыққа бағытталатын дүние, адамзаттың саналы болуы. Сізге біреу бұйрық берсе, сіз оны бұйрық деп қабылдап, нәтижесі оның керемет болмайды деймін да. Егер сіз саналы түрде инициатива астынан беріліп, мына осындай нәрсе, ол мүмкін анау бұйрыққа ұқсас болуы мүмкін. Сіздің жобаңыз, мысалы. Бірақ бәрібір де ол сіздің ішіңізден шығып тұрған бір бала сияқты жоба болғаннан кейін сізде уже бір көзіңізден нұрыңыз шашып, мынау менің жобам, осыны бір іске асырайықшы деген бар бізде сондай ұстаздар. Осындай жобаны іске асырайықшы. Біз енді шетелден де неше түрлі білім саласында жобалар көп қой іске асырып жүрген. Сәттісі бар, сәтсізі бар, өкінішке орай. Бірақ ол да мұғалімдердің санасына байланысты жүзеге асырылып жатыр. Мысалға, Lesson Study жобасын айтып кетуге болады, мектеп, Назарбаев зияткерлік мектебімен бірлесе отырып, кезінде осыдан бәлен жыл бұрын кіргізілді, бірақ әлі күнге дейін де оны мектептер әртүрлі деңгейде қолданады. Ол да енді басшыға да байланысты, мұғалімдердің қабылдауына да байланысты. Мен өмірлік қағидам, өтіріктен алшақ болуымыз керек сияқты қазіргі таңда. Біз ауруын жасырған өлет дегенге келіп қалдық негізі. Біздің ауруымыз не сонда? Біздің ауруымыз, біз бір-бірімізді алдап жүрміз ғой. Біз бір-бірімізді алдап жүрміз. Солай бір-бірімізді алдау арқылы бала тысқары кетіп қалып жатыр да. Бала қараусыз қалып кетіп жатады да. Назардан тыс. Осы тұрғыдан енді мен мұғалімдердің қағазбастылық, мұғалімдер қолы бос емес, шаршап жүр деп айтсам, қазір салыстырмалы түрде тағы да айтам, қағазбастылық едәуір азайды. Қазір электронды, біз қағазбен, ручкамен, қаламмен жазбағанда кім жазады? Қай мамандық жазады? Пожарник жазбайды ғой, мысалы, Бізде ол қағазбен қалам қалмайды ол. Бірақ керексіз бюрократия ол жаймен деп қалып келе жатыр. Оны да көре білуіміз керек. Мысалға, мына мектеп саласында, білім саласында қатысы жоқ адамдар әлі сол ескі стереотиппен сіздерде қағазбастылық қой деп солай қорқытады да. Жоқ, олай емес. Бізде қағазбастылық едәуір азайды. Жұмысың, күнделікті жоспарың, күнделік толтыруың, оның бәрі электронға айналды. Енді болып жататын шығар, шашал десе бас алатын басшылар бар ғой, ол қай жерде де. Мүмкін бар шығар. Бірақ негізгі қазіргі таңда жоғарыдан үкіметтен талап етіп отырылған қағазбастылықты барынша азайту, баламен жұмысты оңтайландыруға бағыт беріп келе жатыр. Бірақ әлі де соған кіре алмай, анау есебін, басқаны біріншіге қойып, мына жақта бала қараусыз қалып кетіп жатқан жағдайлар орын алып жатыр әлі. Бірақ мен енді ойлаймын, бұл ұзаққа созылмайды деп. Өйткені
оның салдарында біз қазір көріп жатырмыз да, зардабын да көріп жатырмыз да, әртүрлі әлеуметтік мәселелер, осы балалардың қараусыз қалып жатқанын. Бала қараусыз, үйде де бала қараусыз. Ата-ана жұмыс баста. Мектепте бала қараусыз, жаңағындай да кей мұғалімдер, бәрі емес, балаға бірінші кезекте қарамай, қағазына, басқасына жаңағы жоғарыдан келген тапсырманы бірінші орындап тастап барып деген сияқты жоқ. Мысалы мен өзім басшы болсам да барлық жұмыс тұра тұрсын деймін. Мен мүмкін қаржы, шаруашылық басшысымен, бухгалтермен немесе басқа ең соңына қою мүмкін. Мен оны 7-ден кейін жұмысқа қою мүмкін. Мен бірінші кезекте баланы қоям да. Бала маған жазады, немесе бір мәселе, соны талқылап, сол жерден мәселені шешіп, өйткені олар күте алмайды қазіргі балалар. Сенің маған жазған мәселесін мен сол жерде шешіп тастамасам, ол бала күте алмайды. Ол күтпеу де керек негізі. Бала. Мәселе көтеріліп тұрма, оған немқұрайлы қарап, біз не істейміз? Ей, қоя тұршы сен. Мына жақта басқа жұмысым бар ғой. Ой, енді біздің бұрынғы психологиямыз ғой. Сен тұра тұр. Қонақ кеткен соң жейсің деген сияқты екінші кезекте қоятын. Қазіргі балалар оны көтере алмайды. Соны тыңдауың керексің сен. Ол маңызды нәрсе айтайын деп тұр. Кейбір жағдайда сол тыңдалмай қалып жатқан балалар өкінішке апарып жатыр да. Өкінішке апарған соң біз балалар суициді бойынша да, ажырасу деңгейі бойынша да ең өкінішті қайғылы жағдай біз әлемнің көш басында. Бұл мақтанатын мәселе емес. Бұл жылайтын нәрсе. Бірақ енді сіздің мектебіңізде 2100 бала оқиды, қателеспесем. 2180 бала оқиды. 2180 бала оқиды. Бәрінің аты жөнін білесіз бе? Наполеон сияқты жоқ, ол өтірік болады. Бәріне қалай уақыт бөліп үлгересіз. Сосын сынып жетекшілерін өзіңіз тағайындайсыз ғой, иә? Сынып жетекшілер өздері неге басымдық бересіз? Одан кейін бізде енді жаңа әріптес екенбіз деп айтып жатсыз. Мен де негізі мамандығым педагог, психолог. Керемет. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Бірақ шынын айту керек, жаңағы біз ауруын жасырған дейсіз ғой, біз ауруын жасырған өледі дейді. Бізде ондай бір кереметтей психологиялық білім алған жоқпыз жоғарғы оқу орнында. Ол жерде де айтайын дегенім, мысалға балалармен жұмыс істеп жүрген психологтардың деңгейіне қатысты мектептегі не айтасыз? Сұрақтың түп төркінін түсіндіңіз ғой. Қаншалықты кәсіби, сол балалардың мысалға үйде көрмеген. Маған жалпы баланың өмірі тенниске ұқсайды. Теннистің домалағы сияқты маған бала. Ал ата-ана мен мектеп сол теннис ойнап жүрген адамдар сияқты көрінеді. Иә, бір-біріне лақтырады тәрбиені. Біреу мектепке сілтейді, біреу ата-анаға сілтейді. Ал сіз айтқан едіңіз, осы баланың тәрбиесіндегі жауапкершілік негізінен сол ата-ана мен мектепте деген сияқты. Бөліп жарып қарауға болмайды деп айтқан. Қарауға болмайды. Иә, ол пайымнан мен ешқашан таймаймын. Ол ортақ, бала ортақ. Біз бір-бірімізді кінәлап сол уақыт өткізіп алып жүрміз ғой жалпы. Иә. Енді жаңағы сұраққа келетін болсақ, мектептегі психологтардың жағдайы деп. Тағы да бес саусақ бірдей емес. Жаңа психологиялық, теориялық білім өз деңгейінде болмады деп айтып қалдыңыз ғой. Мысалы, мен де психолог мамандығын оқыдым. Бұл жерде тағы да біздің өзіміз, біз қоғамдағы адамдарды, ата-ананы кінәлап жатамыз ғой, өмірге өкпесі көп деп. Ол түгілі біздің өзіміз ағартушы, зиялы деп жүрген ұстаздарымыздың өзі осы жаңа кәсібилікке байланысты әңгіме айтқанда, ой, мені солай оқытты ғой деп, жаңа сіз сияқты айтып жататын жағдайлар келіп жатады да. Ай, қазір деген ботам ақпараттық заманы ғой. Сен ал сонда, я мені кезінде солай сапасыз оқытып еді, енді мен соны әрі қарай жалғастырам деп отырсаң, онда сен мектепте мүлдем маңайынан жүруіңе болмайды да. Сол. Иә. Маңайынан енді сол үшін де жүрген жоқ шығарсыз деп ойлаймын енді. Дәл солай, сондықтан басқа мамандық таңдадым. Егер саған ол ұнап сол мамандыққа бардыңыз ба, сіз өзіңізді үнемі дамытып отырасыз ғой. Біз ұстаздар ол өмір бойы дамытып отыратын, өз-өзін дамытып отыратын мамандық қой. Сондықтан бұл жерде кәсібилік тұрғысынан айтқанда, енді қараңыз, қазір қаншама осы психологиялық жағдайды, буллингті анықтау дейміз, баланың әртүрлі состояниесін анықтауға байланысты тест бар, АСПП деген бізде платформа бар. Оның барлығы цифрлану дәуіріне байланысты
оны да ешкім оқытқан жоқ кезінде. Ол жыл сайын, ай сайын қосылып жатқан дүниелер, технологияның жаңаруына байланысты. Бұл жерде психологтарға мен айтар едім, тағы да бағанағы айтқан дүние ғой, жоғарыдағы. Психологтардың да бәріне топырақ шашпаймын. Бірақ кеше ғана өзім мектепте психологтармен жиын болды. Өзім шақырып 4 психологмен кездестім. Келесі жылға жоспар құрып жатырмыз ғой, біз отырып сонда. Биылғы жылды қорытындылап жатырмыз да. Мысалы, қанша жаңағы буллинг мәселесі болды, қанша баланың психологиялық жағдайы деңгейіне байланысты саралап. Сонда өзім былай талдау жасап отырым. Түсінігенім, әлде де біз баланы бірінші кезекке қоюымыз керек. Сонда маған бір психологым айтады: апай, қағазды біз бірінші орынға қоймасақ қазір, сіз білесіз ғой, қазір бізге тексеріс келген кезде бірінші кезекте біздің қағаз төлейді ғой дейді. Дұрыс. Біз мемлекеттік мекемеміз, мемлекеттік стандартты орындап жатырмыз. Қағаз бәрі дұрыс. Бірақ қағаздан да бұрын бірінші баланы қою керек деп тағы шегелеп айтып жатырмын да. Қағазды істеп үлгересің. Бірақ жаңағындай бала қараусыз қалмау керек. Бала психологтың есігін ұрып, апай, сізбен сөйлесуге бола ма деген кезде бәрін таста. Күйіп жатсын ана жақта. Сені асып қойсын. Мысалы, бірақ баланы тыңдауың керексің. Кеш болмайды деген сияқты. Осыны тағы да шегелеп айттым. Осы жерде тағы да айтқым келеді. Сапа мәселесі. Біз қазір мен осы жерде психологтардың сапасы төмен. Біз оларды көтеруіміз керек, оқытуымыз керек, бүйтуіміз керек, сөйтуіміз керек десем бар ғой. Ешкім бізге сырттан, басқа мемлекеттен мықты психологтар келмейді. Біз психологтарға мотивацияны беріп, бірақ оқытуымыз керек мемлекеттік деңгейде. Бірақ тағы да оны мемлекеттік деңгейде оқытқаннан гөрі ол адам сол жерде психологпын деп, баламен жұмыс істеп жүрім деп сол мамандықта жүргеннен кейін ол ішкі мотив дейді ғой, ішкі мотив, ішкі ар ұждан, мен мына баланың обалына қалмайыншы деген үлкен саналылықпен жүру керек та. И сондай адамдарды бірінші кезекте тарту керек. Өткенде сұхбатыңыздан мен сол сұрақтың жалғасын күтіп едім. Жауабын осы жерде естігім келеді. Буллинг мектепте жоқтың қасы дедіңіз сіз. Ондай деңгейге қалай жеткіздіңіз? Ең үлкен проблема сол ғой бізде, әлімжеттік деген мәселе. Әлімжеттік бар, буллинг бар, кибербуллинг. Мысалға бір сыныптың балалары чаттап отырып кибербуллинг жасауы мүмкін, WhatsApp желілерде деген сияқты. Бұл біздің мегаполистерде сәл-пәл төмендеу шығар, бірақ ауылдық жерлерде бұл өте үлкен буллинг мәселе, мысалы ауылдық өңірлерде. Бұл қалыпты жағдай болып қалыптасып келе жатқанда жасырын емес. Енді мен қазір 100% буллингті шешіп тастадым десем, қазір ұят болар. Жоқтың қасы. Жоқтың қасы. Түсініспеушілікпен біз енді қазір осы тренд сөзге айналдырып алдық қой, буллинг деген, суицид деген аты жаман сөздер. Тренд болғанда да 2 жыл болған шығар сол. Бірақ осы жаман нәрсені айта берсең, сол жамандық келе береді, көбейе береді. Мысалға, ойбай апай, мынау бір-бірін буллить етіпті деп келіп тұрған кезде, былай астарына үңіліп, мәселені бүйтіп майшамен қарай бастағанда, ол жерде ешқандай буллинг жоқ. Тек ана екі баланың бір түсініспеушілігі да. Түсініспеушілігі. Сосын айтамын, ай балапаным-ау, бұл жерде не мәселе? Апай, ол бүйтеді ғой, мен сөйдеді. Мен жаңағыдай қазіргі балалардың стресске қарсы тұра алмауы, алдындағы мәселені шеше алмауы, бірден жаңа қыз балыққа салынып, мә саған, мә маған деп осындай жауап беруін. Сосын оны мода сөзді естіп алған ата-анасы, ойбай, менің баламды буллить етіп жатыр. Сосын мен ата-анаға айтамын, ата-ана, бұл жерде буллинг емес. Сіз сәл сабыр қыла тұрыңыз. Біз өзіміз мектеп деңгейінде қазір оқушылармен шешеміз. Расымен де түсініспеушілік ол кез келген уақытта болады ғой, түсініспеушілік деген. Біз эмоцияға беріліп, оны ұнатамыз да сондайды.
ақпырт жасап, дау қылып жіберіп, жоқ жерден оны ісіндіріп жіберіп, мен солай жертва состояние дейді ғой, енді психологияда біз ұнатамыз да, жертва состояниеге кіргенде құрбан болғанды. Бала түгілі үлкен адамдар да ұнатады құрбан болғанды. Ол жақсы емес. Содан кете алмай жатқаннан кейін де шығар біздің негізгі қазіргі таңда ажырасу деген мәселені жақсы айтып жатсыз ғой. Бұл өте үлкен, енді мені де қатты толғандыратын мәселе. Өйткені өгей әке мектепте, өгей ана, үйдегі ахуал дұрыс болмаса, бала қайда барады? Бала көргенін іздейді. Бала үйдегі ұрысты, үйдегі жанжалды, үйдегі тұрмыстық зорлықты көрсе, ол балада жаңағы детский травма деген тақырып осы жерде шығады ғой өзі, жаймен деп. Сосын мен сол ұстаздарға айтатын сол ғой, сондай көріп тұрған психологиялық жағдайы, сондай деңгейде тұрған балаға сен айналайын қоя тұрш, ажырасса ажырасын атанаң, сен мына біліміңді оқыш десең, сізге білім қона ма? Мысалы, қонбайды ғой. Сіз ол өзіңіз жұбайыңызбен ұрысып қалсаңыз, сіздің жұмысқа зауқыңыз болмайды ғой, солай ғой. Мысалы менде сондай. Ол түсініспеушілік болып жатса, ол заңдылық нәрсе. Ол бала оның қасында. Ол түсінбейді мына жақтағы жанжалды. Сен мына жақта мұғалім айтады, сен отбасыңды үйіңде ұмытып кет, мына мектепке келгенде сен білім аласың. Ол ұмытып кете алмайды ол. Оның мына жағында тұрады жүрегінде. Сен сол жараны жазуға мектеп болып көмектесейік, шама келгенше. Енді мен ол барлық тұрмыстық жағдайды шешіп тастаймын деп айта алмаймын. Бірақ дегенмен де біз сәл болсын ықпал етеміз да. Сен жаба тұр, мынаны оқи тұр деп емес. Ести алмай да жатамыз ғой біз баланы. Мүмкін ол жерде тек қана балаға, апай мен айтайыншы мәселемді деп ақтарылып айтып, содан бір жеңілдеп, енді оқимын әрі қарай десе де, сол күнгі сәтте де уже басқаша бала. Сол ұсақ нәрсені де жасай алмай жатырмыз ғой кейде. Жүгіріп жүретін мұғалімдер. Кейде ойлаймын, ол мұғалім түгіл өзім жүгіріп жүремін, мектепте уақыт жоқ. Сосын бір отырам да, не болып кетті өзі, кішкене тоқтайықшы өзі. Біреу қуып кетқан сияқты да, сондай конвейер. Біреу қуып кетқан сияқты. Көшеде, коридорда кездесіп қалмаса, амансыз апай, амансыз, не болды? Ой, анау бар, мынау бар. Кейде разовый шараларымыз бар, басқа бар, анау. Енді жұмыс көп, комиссия келеді. Ата-ананың шағымы бар, басқа бар, жақсы дүние бар, негативі де бар. Бірақ көп жағдайда өзім ұстанатын дүнием сол негативке бой алдырмай. Мен бір танымал болып кеткен видеом бар ғой. Реніші бар ата-ананың. Шайдың құдіреті деп шығарып салдым деп. Расымен Тұрсынгүл Қабатова болды. Иә. Ол расымен жұмыс істейтін дүние. Сол ата-ана мен разборка өте көп болды былтырғы оқу жылында. Келем мектепке. Енді опыт жоқ, директор бірінші рет болып тұрмын, ата-аналар жан-жақтан жеп жатыр. 30 август күні приказым шықты, 4 сентябрь күні дүк созон деді. Сіздің пәленше деген пәленше ата-анаңыз жалып жазды. Кімге? Мектепке в целом 3 бет дейді. Ойбай, жіберіңіз, 3 бет емес. Мен келгенім кеше. Сол бұрын директорға звондаймын, апай, осындай бар ма еді? Сондай деп жатыр ғой. Ойбай, мен саған айтайын деді. Сен енді қорқпа деп қояды. Ана уже күрсінген, ана уже ойлап қалғансың ғой, не болады деп. Енді бұл ата-анамен біз біраз жерге бардық деді. Сен енді мықтысың ғой, бірақ көр деп қояды. Бұл ата-ана мені не істеді демеді деді ғой. Ойлап қойдым, мен қайда келдім? 4 сентябрь ғой, енді кетіп қалай десең бір қолынан келмеген сияқты. Бірақ ана хатты оқысаң, 8 жыл сол мектепте оқыған екен да, баласы ішіп сақ ар жазатын әдеті бар екен енді. Сосын ол ата-анамен сөйлестім, шақырып алыңыз. Сіздер ойлап қалмаңыздар, күшті ата-ана жеңген екен деп. Ол кісі просто үй жағында жайлы мектеп салынып кетіп қалды. Жоқ, сіздер ойлап қалмаңыздар, күшті нәрсе айтайын деп жатыр деп ше. Мен оны жеңе алмадым. Ол жеңе алмайсың. Өмірге реніші бар екенін түсіндім да. Мен психологпын ғой негізі. Жоқ, психолог, мамандығым психолог, күлмеңіздер. Просто директор кім екенін ұмытып қалғаным болмаса. Ең қызығы келмейді мектепке. Үйінде отырып жазады. Сосын бір күні шақырдым ана ата-ана. Мен қазақтың шайы керемет деп үнемі айтамын. Мен осы көп
өзгеріске ұшыраған. Мен шайдың құдіреті деген не бар да, мен қатты сыйлаймын да шайды. Қазір мен бұл кісіні басқаша қабылдап көремін. Енді бір ғана метод деп ойладым енді. Осыған көнсе көнді, бұдан кейін басқа шанс жоқ дедім. Содан келді, шай бердім. Басқа адам, телефондағы адам басқа. Сосын сіз солсыз ба деп қойдым енді қайта. Сіз пәленшесіз ба деп. Мен ғой деп қойды. Мектеп өзгеріп кетті деп қойды. Көрмегенде ғой мектепті біраздан бері. Тек үйінде отырып алып жаза береді. Енді шама кезде тырысып жатырмыз ғой, бәрі бала үшін ғой деп қоясың ғой енді. Сосын, жақсы, сіз маған ұнап деп қояды бір кезде. Сосын, ойбай, ұнағанда мен 4 балам бар деп қоям енді. Рас қой енді. Сосын, дейді, менде бала шағам бар ғой дейді. Білем ғой деймін ғой енді, бізде оқиды ғой деймін да. Содан әңгіме кетіп жатыр. Ойбай енді, екеумізден басқа жақсы адам қалған жоқ ана жерде. Күлкіңіз кімнен келген? Күлкім анам ақсаған. Дауысым күлкім анам ақсаған. Ертегідегі батырлардың күлкісі деп. Маған айтады ғой, сізді сөйлескенде ер адам деп ойлаймыз деп. Үйде қанша ағайындысыздар? Мен өзім 3 ағайындымын. Үлкен апам бар, інім бар. Еркек шоралау болып өскенсіз ғой, дейме? Еркек шоралау болып өстім. Әкеңіздің қасында көп болдыңыз? Иә. Әкем бригадир болды ауылда. Күріш егеді. Солай бастады. Сыр елінде. Ырысты күрішті. Соны бригад басына апарады мені бала кезден. Бір күні қызық оқиға болды бригадта. Осылай бәріміз 50 градус қой енді Қызылордада, ыстық. Көлеңкеде жатып демалып жатсақ, бір К700 жөндеп жатқан, бұзылып тұрған К700. Сол жүріп кетіп, мені папам желкемнен ұстап, лақтырып, үлгірді, басып кете сақтады. Кәдімгі бір құдай сақтады. Сол кезде аттың астына барып түсіп, содан кейін апармай жылап жүріп, қайтадан барып, папам қасында қатты жақын болдым. Содан папамның елге жасаған өте адал, өте бір халқым дейтін азамат болды да, сол нәрсесі маған қатты беріліп кеткен. Жүрекпен қабылдаймын барлық нәрсені. Сол нәрсені маған бір жалғастыру керек сияқты сезімде жүремін да үнемі. Әкеңіз егіннің бастығы болса, сіз мектептің басшысы болдыңыз ғой. Алғашқы студенттік кезіңізден бастап айтып беріңізші, бұл маған өте қызық. Бірінші о бастағы мақсатыңыз дәл осы сол бір директор боламын немесе ұстаз боламын деген мақсатпен келдіңіз ба өмірде? Айтайын ба? Бір өткенде бір көзіңізді өлдіріп кетті ғой, әкеңізді еске алып едіңіз. Әкемді еске алсам көңілім босайды. Ол кісі жоқ па қазір? Былтыр қайтыс болды. Ерте. Былтыр қайтыс болды, сол өкінішті. Димаштың бір сұхбатын көрдім. Сонда адам арманына жету үшін үлкен еңбектену керек дейді. Оған 100% келсем. Және жүректі тыңдау керек деген нәрсемен қосқым келеді. Бірінші сыныпқа барған уақытта үйге келем. Бұны да бір Фейсбукта жариялағаным бар. Білім саласына ерте келдім деген жазбам бар. 6 жастан, мені 4 жастан бірінші классқа берген. Содан қатты оқып кеткем. Атамның інісі дәрігер қайтыс болып кетті ол кісі. Баланың балалығын ұрладыңдар, ерте беріп, неге үлгересіңдер ғой деп бір 3-4 ай оқып қайтадан шығарып алып 6 жасымда қайттан берген. Содан 6 жасымда барам, сабаққа барам, үйге келем, бастауыш сынып, бірінші класстағы мұғалімнің мектепте жасаған дүниесін үйге келіп қайталаймын. Кірлерді жайып қоям, ана жерде көмір тұрады, жағы дейді, бачок дейді, жер үйде тұрғызып, сен пәленшейіп отыр, 2, сен түгеншейіп солай деп мұғалім образын 45 минут әліппе ма, 45 минут әліппе өтем, 45 минут математика өтем. Соны бүкіл ауыл ойбай, моншақ сабақ беріп жатыр, моншақ сабақ беріп жатыр. Моншақ дейді ғой. Моншақ дейді ғой, көршілер. Содан енді образға қатты кіретін болып тұрмын ғой енді ұстаздың рөліне. Указканы ұстап алып, әлі күнге дейін көрсе айтады, соны мұғалім, ұстаз мұғалім моншақ деп айтып кеткен ауылда. Кейіннен енді жасөспірім шаққа келіп, бала кезден өнерге құмар болдым. Әнге ән айта бастадым, бір әнші болсам деген деп ойлар келді. Бірақ анамның бір сөзі бар, осы үшін де анама қатты ризамын, жол көрсететін кісі. Ол кісі де ұстаз болған, музыка пәнінің мұғалімі.
былай айтқан, қыз балаға өнер жолы ауыр жол. Әнді адам бойына серік етіп, өмір бойы айтып жүруге болады. Бірақ кәсіп ретінде, оны мамандық ретінде қарамай, сен бала кезден өзіңді ұстаз ретінде таныттың, көрдің, сол жолды қуғаның дұрыс балам деп айтқаны бар. Сол жолды ерте бастап 9 сынып бітіріп, осы Астана қаласы гуманитарлық колледжге оқуға түстім. Бастауыш сынып мұғалім болып. ПМНО ғой. Педагогика, методика, начальных обучений. Сол колледжді бітіргендер өзі осал болмайды деп осы жерде мақтанып қойшы. Бізде пәндік білімді бастауышты мықты береді ғой колледжде. Оның ішінде әртүрлі саласы бар ғой, ПМНО-ның өзінің де. Музыка пәнінің, еңбек пәнінің мұғалім болуға болады. Жеке. Сол келдім Астанаға, арман қуып, 15 жасымда. Ән айтам. Өзім мектепте де өте белсенді болғанмын. Балалардың бәрін жинап концерт қойып отыра береді тұғымын. Ауылда концерт қойып, енді жастайымнан өзімді адамдар маған қарасын деген бір енді не бар шығар, ішкі потенциал, көшбасшылық қасиет дей ма. Оған әнім қосылып, дауысты көріп тұрсыз дегендей. Сөйтіп колледжге түстім, старосты болдым, 1 жылдан кейін колледждің президенті болдым. Колледжде жаңағы мұғалімдер бұлай киінбеу керек деп колледжде 16 жасыңызда ғой? 16 жасымда. 16 жасында колледждің президенті. Бәрін бір шыбықпен айдап, жолдасым күлетін. Жолдасыммен колледжде танысқам. Құрдасыңыз ба жолдасыңыз? Жолдасым 1 жас үлкен. Сол кезден бастап өзімнің құрдастарыма, сол колледждегі оқып жүрген группам бар, басқа да. Ұстаз деген бұлай болмау керек. Киімнен басталу керек. Рамка болу керек деген сияқты сөзімізге сай болайық, ісімізге сай болайық деп жалындап тұрған. Қазір осы кезде сол еске алсам күлем енді. Тағдырдың жазуы деп түсінем. Маған да сол тағдырдың солай ұстаз болып туылғанмын деп мен айтқым келеді да. Негізі өмірлік миссиям. Құдай берген 4 балаңыз бар екен. Шүкір Аллаға. 4 дипломыңыз бар. Бір жолдасыңыз бар. Енді тағы бір диплом алайын деп жатсыз, қазір оқып жатырсыз. Оқып жатыр, Күні-түні әлеуметтік желіде жүресіз, вайн түсіресіз, оқушыларыңыз да интернеттен шықпайды. Қай уақытта сабақ бересіз, қай уақытта бала табасыз, қай уақытта оқисыз, қай уақытта диплом аласыз, оқушыларыңыз қай уақытта сабақ оқиды деген сияқты сұрақ тумайды емес. Алаш алаңдатқан бүгінгі сұрақ осындай деп қояйын ба? Оған қатты алаңдамаңыздар. Сұрақ уақыт барлық адамға 24 сағат болса, менде 48 сағат деп айтатын әділім бар. Үлгерем деген адам бәріне үлгереді. Мен өзім бір комментарийді оқыдым да, мына кісі 15 жыл стажым бар дейді. Сонда 4 баласы бар, сонда бұл кісі енді шамамен 1-2 жыл ғана істеген шығар деп мүлде олай емес. Мен өкінішке орай деп айтсам бола ма, қуанышқа қарай деп айтсам бола ма, декреттік демалыста отырмағам. Мүлдем. Оны енді ана ретінде өзіме онша мақтанатындай дүние емес. Өйткені сол қызмет, жұмыс, елдің баласы, ұлтқа қызмет ету деген миссияны орындау барысында өзіңді құрбандыққа шалып, өзіңнің отбасыңды екінші планға қойып жатқанда кейде бір әттеген-ай деп жатасың. Бірақ дегенмен де жаңағы анам, осы уақытқа дейін әкем, ата енем барлығы осы үйдегі бала тәрбиесінде, қазақи тәрбиеде көмектесіп келе жатыр. Сол кісілердің арқасында шығар осындай бәріне уақыт тауып жүрген. Енді мектепте жаңағындай ғой, бірінші кезекте сағат, кешкі сағат 6-7-ге дейін оқушымен біргемін. Не жағдай болса да солармен бір толқында билесек те, кітап оқысақ та, сабақ оқысақ та, әрине мемлекеттік стандарт 100% орындалып жатыр барлығы. Ал кешкі уақытта басқа қосымша мектептің өзімнің лауазымыма байланысты дүниелерді кейде көп жағдайда сен бүгін шығып тұрамын жұмысқа
бұл қалыпты болып кеткен. Енді өзіме көп мән бермеймін, бірақ оның да бір қазір денсаулық деген нәрсе бар, сол да сәл сыр беріп жүрген жағдай бар. Енді уақыт табылсаң үлгересің бәріне де. Мысалға мен оқуым кешке жақын, қазір енді оқу емес, қазір жазумен айналысып жатырмын, үлкен зерттеумен айналысып жатырмын. Оған да уақыт табам, күніне бір 3-4 сағат ұйқы, солай жүрмін. Ол да сол өзінің бір бәрін 100% баланста ұстау мүмкін емес. Бірақ мен өсіп келе жатырған жас мамандар артымызда, өкше басып, 20-25 шамасындағы мұғалім болсын, мұғалім болмасын, бір іні бауырларыма айтып та жатам. 100% бәрін баланста ұстау мүмкін емес. Дегенмен тырысу керек. Өкінішке орай кейбіреулер қызмет деп тұрмысқа құр шықпай, болмаса тұрмысқа шығып алып, тек қана үйде отырып қалу, болмаса бір ақшаның ізінен түсіп кетіп, бәрін ысырып тастап, бір жақты ғана бағытпен ұстану жақсы емес. Менің көзқарасым, мүмкін келіспейтіндер бар шығар, бар ғой, ол үнемі болады. Ол уақыт қайтып келмейді. Бәрін ретімен көмек сұрайтын жерде ата-анадан көмек сұрай отырып, мен осылай істейін деп едім, мен осы кезде бір күшті, бір ақылды болып көріп отқан шығармын, бірақ егер маған сол жерде ата-анам қолдау көрсетпесе, жолдасым қолдау көрсетпесе, мен бұндай жағдайға жетпес едім. Қандай адам ол? 24 сағат жұмыс істеген көнеді. Мысалы, сіз өзіңіз әйеліңіздің 24 сағат жұмыс істегеніне көнбейсіз ғой? Ол да оңай емес. Жаңа ажырасу деген мәселеге қайта келетін болсақ, мынау мектеп табалдырығынан бастап балалар өзінің жауапкершілігін алмағандықтан, жалпы жауапкершілік деген дүниені алмағандықтан, және алдындағы болған кішкентай ұсақ түйек мәселені шеше алмағандықтан ажырасу мәселесі өте көп. Біз ажырасудың салдарымен емес, соған дейінге жеткізбей, осы баланың бойында жауапкершілік дегенді мектеп табалдырығында, үйде ата-ана, мектепте мұғалім, қоршаған ортасы соны сезіндіріп өсірсек, онда ол сол ажырасудың алдын аламыз ба деймін. Қазір балалар, жалпы жастарға бәрі оңай болып кеткен ғой. Баласын тастап, басқа отбасын құра салу, беті аулақ, бірақ ер адамға әйел табылады, әйел адамға ер табылады, мәселе балада ғой деп шырылдаймын ғой. Алдыма талай отбасы да келді. Осындай жағдай болып тұр. Біз міне баланы бөлісе алмай жатырмыз. Осындай жағдай болып тұр, мына бала менікі, болмаса мына сенікі, мынаған бермеңіз. Мектепті сондайға да айналдырып жіберген отбасылар болып тұрады. Сосын тереңнен бастап психологияны қоса отырып, енді кейде өзім күлкім келеді. Ажырасқалы отырған отбасыға ақыл айтып, баланы ойласаңыздаршы, бұл не болды? Мүмкін бір ойналанып келерсіздер деген сияқты да ақыл айтқан кездерімді кейде ойлаймын да. Мектеп директоры деген бір тек қана сабаққа, мұғалім сабағына кіріп тексеруші, болмаса тек қаржыға жауапты, бір қатып қалып, әдем болып, әдем келіп, дүзу кіріп, дүзу шығатын адам сияқты болып қалыптасқан ғой бізде. Олай емес. Қазір мен ғана емес, Қазақстанның бүкіл мектебінде демей ақ қояйын, бірақ дегенмен, мүмкін мен әлеуметтік желіде танылып кетіп жатқаным, осы жасап жатқан дүниемді әлеуметтік желіге, бірақ маған дейін де, менен кейін де, қазірдің өзінде керемет басшылар бар. Әлеуметтік желіге салмайды жұмысын, бірақ баламен бір толқында, ата-анаға подходы басқа, мұғалімді төбесіне көтеріп отырған, яғни мектебін бір керемет ұстап, басқарып отырған керемет басшылар бар. Оларды көру керек. Бірақ олар салмайды, жарияламайды. Бізде өзі жариялаған нәрсе ғана көрініп жатады ғой енді. Мен бір елден ерекшемін, мен осы стереотипті бұзып жатқан бір керемет адаммын, мен ғана осындаймын, қалған бүкіл директорлар рамкада бәрі осылай жүр деп айтуым ол дұрыс емес. Ондай емес. Бірақ жаңағы
баламен бір толқында болып болса, менің ұстанып жүрген қағиданым ұстанып жүргендер аз, көп емес. Солардың санын көбейту керек. Негізі басым көпшілік халық сізді қолдайды. Ашықтықты қазір халық жақсы көреді. Жаңа өзіңіз шынайылықты, ашықтықты бөлініп алып, тұмшаланғаннан біз жалыққан халықпыз. 70 жыл жабық қоғамда өмір сүрдік. Халықтың іздейтіні де сол ашықтық, бірақ сол ашықтықтың өзіне қарсылық білдіріп жатқан күштер бар екен, білесіз. Мына пікірді көрсеткім келеді, өзіңізге қарап алыңызшы. TikTok'та оқушылармен қосылып билейді деген директорға ел сүйсінді дейді. Сіз де сүйсіндіңіз ба? Менің қарадай зығырданым қайнап отыр. Директордың біліктілігінің, мықтылығының өлшемі оқушылармен жақсы билеп дидакүл өткенде ме? Әлде жылдың осындай соңында керемет нәтижелермен елді қуантқанда ма? Ол директор TikTok'тан көріп жүрміз. Салған контенттерінің бәрі тек көңіл ашар бағытында. Нақты бір жұмыс жасап, бір жылдың ішінде осындай жетістікке жеткізім деп балалары олимпиадалардан чемпион болып, 11 сынып бітіргендері шетелдің мықты университеттерінің гранттарын жеңіп алып, тым құрғанда қазақстандық атақты университеттердің, Назарбаев университеттерінің гранттарын ұтып алып жатса, онда мақтанса болады. Біз осындай болмайтын бір дүниелерді алаулап, жалаулап, соларды қолдан тұлға қып, дәріптеп көтергеннен кейін де мандымай жатырмыз. Негізі осындай сынды пікірлерге көзқарасыңыз қандай? Қалай? Сынды қалай қабылдайсыз? Жауыр болған сұрақ шығар сіз үшін. Дегенмен де 58-ші мектеп орта білімдегі негізгі индикаторлар бойынша, мысалға нәтижелер бойынша қандай нәтижелерге қол жеткізді? Биыл енді 11-ші сыныпты бітірген балалардың қаншауы қазір оқуға түсіп жатыр? Бірыңғай тестілеу кешенінен қандай ұпайлар жинап жатыр? Көрсеткіштері қандай деген сияқты. Негізгі фактор осы ғой енді. Соған пікіріңізді айтсаңыз, одан кейін тағы бір сұрағымыз бар. Сын пікір болған ол жақсы, адамды өсіреді ол. Бірақ жала жабу деген нәрсеге көне алмаймын мен. Мынандай да комментарий болды. Кеше оны сторисімде де салып қойдым. Бұл кісі мектепке ақшамен алады екен жұмысқа мұғалімдер деген пікір болды. Мен ол кісіні полицияға бердім. Ютубта ғой деймін, қателеспесем, сондай бір пікір мен де оқыдым. Жоқ, Инстаграмда болды, ол осыдан біраз болды, ол ең басында шығып келе жатқанда. Ол кісіні таба алмады, өкінішке орай. Мен сондай жала жабу деген нәрсеге шыдай алмаймын. Сын айтылсын, бірақ шын айтылсын дейсіз. Сын айтылсын. Пікір әртүрлі болғаны дұрыс. Бірақ білмей, көрмей, ол енді өзіңіз ойлаңызшы, сен шынайымын, мен әділмін, ашықтықты қолдаймын деп жүргенде артыңнан келіп пышақ ұрғандай мына кісі парамен, ол мен бір ұстап алып па, мысалы, қатты сол кезде бір ренжігенім бар, енді ол кісі таба алмады. Кейін мен өзім былай болжап отырып, ол кісінің де шамалағаным бар. Кім екен? Себебі оқушыларды ренжіткенде де басқаша ренжітіп, мектептен кеткен мұғалімдер бар. Бізде мынандай позиция ғой, менікі ғана дұрыс дейтін позиция ғой. Жалпы адамзатта. Біз екінші жағын қарамаймыз. Кейін өзім ойладым. Осы мектептен ренжіп кеткен біреудің жазбасы шығар деп. Фейковый аккаунт дейміз ғой енді. Мүмкін қателесем. Бірақ енді өзім. Ешкім жайдан жай жазбайды ғой олай. Қазір таңда жала жабу бойынша статьяны білесіз ғой, ертең ұсталған жағдайда ол қыруар ақша төлейтіні. Ал енді сын дегенге өте жақсы қараймын. Енді мен қазір екінші этапқа өтіп жатырмын деп өткенде де сұхбатымда айтқанмын. Келесі этап ол нәтижеге бағыттау, баланы қабілетін ашуға жұмыстану, мазмұнға мән беру. Сол бағытта алғашқы бастаған жұмысым кітап толқыс жобасы YouTube каналынан аштық. Қазір таңда бірнеше түсірілімдер жасап қойдық. Енді монтаж дегенді білесіз ғой. Талқылайсыздар. Кітап талқылаймыз оқушылармен отырып. Ойлаңдаршы, болашақта бір 10 жылдан кейін. Егеш, қайда боласың 10 жылдан кейін? Құдай қаласа.
бар үйде болады шығар. Кішкентай баланың іс-әрекеті барлығын өзгертіп жіберген өте қатты ұнады маған. Қазақтың тірі кездесу сен аманы жоқ, өлгеннен кейін жаманы жоқ. Қазіргі заманда. Бұл да біртұтас тәрбиенің несіне құрамына кіреді негізі. Әрине. Иә. Әрине ол бәрі сол айналып келгенде ол бәрі бір концепция ғой. Оның атауын бір күн былай атаймыз, бір күн былай атаймыз. Иә, немесе атауы жоқ. Ол жерде бір нәрсеге атау қойып та қажет емес. Мен мектепте аты жоқ жоба деген жобам бар мұғалімдер арасында. Әлі ат қоймағанбыз. Мен айтам, ат қоюдың қажеті жоқ, осы аты жоқ жоба деп айта берейікші деп. Кітап талқылаймыз. Қазір енді балалардың жазғы уақытта бос уақытын спортпен шұғылдансын деп қазір бір үлкен жоба бастап жатырмын. Оны жақында көріп те қаласыздар. Ол тек 58-дің балалары қатыспайды, оған бүкіл Қазақстанның баласы қатысса деген ниеттемін. Баланы спортқа баулу мақсатында. Әзірше құпия болсын деп қояйын. Мектептің көрсеткіші, мен мектепке келгеніме 2 жыл болды. Салыстырмалы түрде білім сапасынан өсім бар. Көп өсім емес. Салыстырмалы түрде олимпиададан, пәндік олимпиададан, өнерден, спорттан, ғылыми олимпиададан, мұғалімдердің кәсіби пәндік олимпиадалар, мұғалімдерде де конкурстар, байқаулар, олимпиада барлығынан да былтырғымен салыстырғанда, енді былтырда мен болдым, биыл да менмін. Өсім жаймен деп бар. Бірден мен өтірік баға қойып, ойбай мынандай сапа бер маған. Ертең бізді біреу тексеріп қалуы мүмкін. Ондай нәрседен аулақпын. Мен баға деген нәрсені, енді кешегі осы сынға байланысты айтып жатырмын да, бұл мектептің балалары шетелге оқуға түсіп па, я болмаса анда түсіп па. Ол да сол ескі сана ғой негізі. Нәтижені осы оқуға түсумен де бағалаудың өзі мен үшін қате. Оқуға түсуге сізге өтірік маған үшін, қазір маған сол жеке меншік университеттердің өзі шығып жатыр. Сіздің балаларыңызды оқуға түсіруімізге болады. Бізде ішкі гранттар болады, сіз бізге жарнама жасап амбассадор болып берсеңіз деген сияқты. Мен оны да пайдалана алам. Ол да бар дейсіз. Ол да бар. Мен қазір қаншама мектепке демеушілер келіп жатыр. Жиһаз заказ беріп жатырмыз, тағы да ұсақ-түйек перде, балаға қажетті дүние деген сияқты осы әлеуметтік желінің пайдасының арқасында. Мен бір сұхбатымда айттым ғой, инвесторлар жеке мектеп ашайықшы деп айтты деп. Әзірге дайын емеспін деп. Енді қараңызшы, мен қазір мынандай көрсеткіш көрсете аламын да. Мектеп 100% оқуға түсіп кетті. Сіздерге нәтиже осымен өлшенсе деп. Бірақ оның қажеті қанша? Дегенмен нәтиже қандай? Дегенмен нәтиже тамаша. Нәтиже өте жоғары деңгейде. 11 сынып 149 оқушы аяқтады. 6 алтын белгі үміткері бар. Олар қазіргі таңда үлкен жоғары ұпай жинап отыр. 12 қызыл аттестат бар. Олар да үлкен жоғары. Енді қазір бізде ОБТ-ның соңғы қорытындысы шыққан жоқ, бірақ дегенмен де балалардың 80-90% оқуға түсетін мүмкіндіктері бар. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Қателеспесек, былтыр 3 алтын болды сіздерде. Иә. Биыл 6. Одан кейін халықаралық олимпиадалардан қаншама? Халықаралық білім жағынан халықаралық олимпиада жоқ, бірақ республикалық жағынан бар. Жақында ғана бір оқушымыз осы Зерделі мектебінің ұйымдастыруымен 1-ші орын алып Дубайға жолдама алып білім жағынан. Мектебіміздің президенті бір алтын оқушы Айша деген қызымыз Ильяс оқуларынан республикалық байқаудан 3-ші орын алды. Енді ол мен бір үнемі айтатын бар, көз өтіп кетеді деп көп айта бермеймін. Мектепте спорт жағынан өте дарынды, әлем деңгейде жүрген балаларымыз бір 20 шақты бала бар. Әлем деңгейде жүлделі орынмен келіп жүрген. Өнер жағынан үлкен деңгейде көрсетіп жүрген. Білім жағынан енді ауданаралық жаңағы сол квиздан бас жүлдені ұтып алдық жақында. Енді негізі нәтиже бар. Енді ол біреуге мүмкін аз көріну мүмкін, біреуге көп көріну мүмкін, бірақ салыстырмалы түрде ғой бізде барлық дүние. Салыстырмалы түрде өсім бар.
бұл сұрақ қойып отырған себебім жаңағы негізгі себебі осы. Әлеуметтік желіде сіз хейтер дейміз ғой енді. Сол хейтерлерге жауап болу керек деп ойлаймын. Өйткені жұмыс істеліп жатса, балалар жақсы нәтиже көрсетіп жатса, ол да сол индикаторларды сұрап отыр ғой. Сол сұрақтарға жауап беру керек деп ойлаймыз. Адам сынаған кезде де орынды сын болған дұрыс шығар деген ойдамын. Содан кейін енді негізгі осы Димаштың жобасында жарысында бірінші орын алдыңыздар, құтты болсын деген. Рахмет. Мектептің оқушыларын жарқыратып түсіріп, биін билетіп, әнін салдырдыңыздар. Бірақ жолдама бір-ақ адамға берілді. Содан қысылдыңыз ба? Әйтеу Инстаграмға 2100 оқушыма спонсор іздеймін деген сияқты. Спонсор табылмаса не істейсіз? Кім барады? Өзіңіз барасыз ба? Ақ бозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Ау, сүмбілі жаш, тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Қызық болды сол тренд туралы айтып берейін. Оқушылар 149 оқушы ғой енді, кетіп бара жатқан уақытта балаларды шығарып салу барысында мен білген жоқпын ондай челлендж болып жатқан. Мен өз басым білген жоқпын. Мені жаңа бір түсіретін бір жігіт бар да, арасында келіп түсіріп кететін мобилограф жігіт бар, ол білген екен. Сол кетіп бара жатқан соңғы балалармен, балалар Димаштың әніне билемедік па, тренд түсірмедік па деп ұсыныс тастадым. Давайте апай билесек билейік деп, ана жерде жартысы билеп жатыр, жартысы мына жерде қарап тұр, бір арнайы дайындық болған жоқ. Бір сіз айтайын, бір жарты сағаттың ішінде бас аяғы ойнап жүріп, менің анау бекстейдж видеоларымда бар. Енді мен билеуді білмеймін ғой, сөйтсем балалар апай мен ағашпын ғой, мен билей алмаймын ғой дейді. Көрейікші, жарайды, қалай болса солай көре салайық, енді қызық болады деп бүгінге напоследік деген сияқты қылып жарайды деп түсірдік. Енді оған да хейт айтып жатыр ғой, сонда бұл кісі ұбт-ға дайындамай бимен айналысып, ол ешқандай трендке TikTok-тың енді жалпы алгоритм білетін болсаңыз, бір 10-15 минут жеткілікті, максимум жарты сағат ол жерде жарып кетеді. Иә, шығып кетсе, шығып кетпесе қалып қояды дегендей. Ертесіне енді бір жарым суткінің ішінде 2 миллионнан асып кетті ғой. Сонда былай комментарийлерді қарап отырсам, апай сіз точно бірінші орын аласыз ғой, апай сіз точно бірінші орын аласыз ғой деген сияқты комментарий келіп жатыр да. Не орын туралы айтып жатыр деп жаңа түсірген жігітке хабарластым. Мен білмеймін. Сосын Әділет кешегі видео солай рекке шығып жатыр екен, бәрі орын аласын деп жатыр. Не туралы айтып жатыр? Мен челлендж болып жатыр ғой. Димаштың шартын жібереді да, осындай конкурс, мен солмен салдым ғой, соған айтып жатқан ғой деп. Содан мен Димаштың парақшасын ақтарам. Бұл не конкурс, қалай, сонда кім? Білсем дұрыстап дайындалатын едім ғой. Иә, айтпаңыз. Ол түгілі бүгін балалардың емтиханы болса, балалар айтады: "Апай, давайте дайындалып дұрыстап бәріміз 149 болып түсірейік" дейді. Жоқ, мен и так сөз естіп жатырмын, ана ұбт-ларыңа дайындалыңдар деп солай айтып жатырмын да. Мен айтамын, біз егер синхронды бірдей дайындалсақ, сонда бұл 5-6 миллион емес, сонда бұл қандай қаралым жинайды екен деп әзілдеп жатырмыз да. Бір арнайы дайындықпен жасалған видео болған жоқ. Біліңіздер, дайындықсыз түсірілген, қаралаудың қажеті жоқ. Иә, оны бүкіл 30 минутта түсірілген. Оқушылардың барлығы білет, дәлелдей алады. Енді ол сіздерді Алматыдан келген кезде бір олимпиаданың чемпионы келгендей күтіп алды. Мектептің ұжымы ғой, енді біз солай шуылдақтар солай шулап жүреміз енді. Ол да мен үшін үлкен қуаныш болды. Ризамын ұжымыма. Сол менің осы еркелетіп, осылай балалармен бір толқында болып, өзімнің негізгі миссиямды орындауға үлесін қосып жатқан мектептің ұстаздарының арқасы, орынбасарлардың арқасы. Енді өзіңіз барасыз ба? Енді нақты ұйымдастырушылар мынша адам деп те айтқан жоқ маған. Хабарласамыз деді, ол енді қараша айында өтеді. Димаш Құдайбергенов тым болмаса бір 5 адам жіберетін шығар. Енді оны білмеймін енді. Әрине жіберіп жатса мен қуанышты боламын. Соңғы сұрақ. Іскер адамдарды жақсы көреміз. Қоғам іскер болу керек, еңбекшіл болу керек. Сіз тағы жаңағы олимпиада өтсіз ғой, республикалық байқаулардан ұстаздарыңыз да, шәкірттеріңіз де бір жетістікке жетіп сізден сүйінші сұрап жатса, ақшалай сыйлық береді екенсіз. 10 000 теңге. Ой, оны мен сұрағым қойып алайын, сосын жауап бересіз. Жоқ, оны қайдан естіп қоясыздар сіздер? Журналистпіз ғой, енді ақтарамыз. 10 000 теңгеден береді екенсіз, кемі.
ақша алатын директорды естігенбіз. Ақша беретінді көрмеппіз. Өзіңіз астыңызда сүліктей үлкен қымбат көлікпен жүреді екенсіз. Ақмоншақтың артында кім тұр? Ақмоншақтың қоғамға айта алмай жүрген ақиқаты не деп айғайлатып сұрақтар қояды ғой. Аңдатпалардашы. Ақмоншақ ақшаны қайдан алады деп па? Бергеніңіз жақсы десе де енді сондай бір жүріс тұрысыңыздың барлығы бір миллиардерлерге ұқсайды екен. Кім біледі енді. Сол беріп жатқаннан шығар келіп жатыр. Жол ашылып жатыр. Айтып отырмын ғой. Жеке кәсібіңіз бар ма? Мен жеке кәсібім жоқ, жолдасымның жеке кәсібі бар. Мен негізгі демеушім жолдасым. Жолдасыма да басында ерсе болды, бірақ кейіннен ет үйреніп кетті. Енді тозаққа да жұмаққа бересіз ғой. Үйретіп алдыңыз ғой. Маған бір қалыпты дүниеге айналып кетті. Енді биылғы жылы кіргізген өзім бір жобам болды, сүйінші деп атап, өзімше. Оны енді мен жарияға қылып жүрген жоқ едім, бір кісілер біліп қойып солай таратып жүр екен. Ұжымда бірінші орын алып келген, өнерден болсын, білімнен болсын, спорттан болсын, бірінші орын алып келген жетекшіге солай 10 000 теңге беріп, шабыттандыру мақсатында бір жағынан көңіл ғой. Көңіл жаңағы сүйінші деген дәстүрді жаңғырту мақсатында сыртқа халықаралық республикалық дәрежеде шығып жатқан оқушыларға да арасында беріп жолыңа деп аз-маз беріп тұрам. Оны енді ол да бір қатты ауыз толтырып айтатындай емес. Енді бізде мынандай дүниелер жиі болып тұрады. Қол күрес, әртүрлі спорттық ойындар, сол кезде тағы да сол балаларға шабыт беру мақсатында олар да үйреніп алған. Апай ақша бермейсіз бе деп тұрады. Не береді екен деп қалды. Бүгін енді мысалы мемлекеттік емтихан болды. Сол Димаштың концертіне кетіп бара жатқанда уәде бергем 11 сыныптың түлектеріне. Тренд түсіріп жатқанда апай қазір магазинге барам, удаленка жіберем дейді оқушылар. Как раз сол менде соткам зарядкаде болып өзі жаңағы соңғы қоңырау болып жатқан кез. Балалар мен телефоным анда, мен қазір мында деп жұмыспен ана баланың мороженое алып бере алмадым деп сол кеше Алматыға кетіп бара жатқанда енді мен Алматыға кетіп бара жатқанда бірінші орын алдымды білген жоқпын ғой. Бәрібір де енді хэштегпен былай бірінші шығып тұрғанымды білдім да. Сосын балалар бірінші орын алайын, алмайын, өткенде сендерге уәде еткенімдей балмұздақ деп уәде етіп, бүгін сол бірінші мемлекеттік емтиханды балмұздақпен бастадық қой. 150 балаға балмұздақ таратып, көңіл күйлерін бір көтеріп алып. Көп нәрсе керек жоқ. Баланың көңілін көтеру үшін, балаға жақын болу үшін, балаға жүрегінен орын беру үшін көп ақшаның, көп нәрсенің керек жоқ. Оған аз нәрселер жетеді. Тек шынайы болу керек, баламен адал болу керек. Сен баламен адал болып, балаға шын жанашыр болсаң, міне ақша кеп жатыр қазір. Ол әрі қарай келеді де береді. Балаға жақын болған жерде ақша да бәрі де табылады. Ол ақиқат. Құрметті Ақмоншақ ханым, біз енді уақытынан жоспарлағаннан да жарты сағат артық біраз көсіліппіз. Уақыт тауып келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Ылғи да бізге бір нәрсені өзгерту керек деп ұрандатып жүресіз. Осы өзгерістердің басында жүріп, қасында жүріп, өміріңіз сәттілікке толы болсын деп тілегім келеді. Жаңағы біздің хабарымыздың аты баптаймыз, себебі Мұхтар Мағауиннің бір жақсы сөзі бар: шабыт жоқ, еңбек бар, машық бар, бақ бар деп. Бап бар дейтін. Адам өзі еңбектенсе бір кәсіпке машықтанады, машықпен бірге бап келеді. Бапта жүрген адамның басына бақ қонады дейді. Сондықтан барлық азаматтарымыз бабында жүрсін, баппен бірге бақ жансын дегім келеді. Сау болыңыздар, қымбатты достар. Біздің YouTube парақшамызға жазылып, өз ой пікірлеріңізді білдіріңіздер, міндетті түрде баптанайық. Сау болыңыздар.